Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз математика. Өткенді бекіту. Су біздің басты байлығымыз. Оқу мақсаты қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Ендеше бейнетаспаға назар аударайық. Экранда көрсетілген заттардың жалпы санын табайық. Қалай ойлайсың, ол үшін не істейміз? Дұрыс, кітап, қарындаш, дәптерлердің санын қосу керек. 7 қосылған 8, қосылған 3 деп өрнек құрамыз. Осы өрнектің мәнін табу үшін сол жақтан оң жаққа қарай амалдарды ретімен орындаймыз. 7-ге 8-ді қосса 15 шығады. 15-ге 3-ті қосса 18 шығады. Басқа тиімді тәсілмен есептеп көрейікші. Ол үшін қосудың терімділік қасиетін қолданамыз. 10 саны шығу үшін қай сандарды қосқан ыңғайлы? Дұрыс, 7-ге 3-ті қосқанда 10 болады. 10-ға 8-ті қоссақ 18 шығады. Ал енді 23 пен 18 сандарының айырмасын тауып көрейік. Сен 23-тен 18-ді қалай азайту керек екенін білесің. Бұны қалай тиімді тәсілмен шығаруға болады? Қара. Бірінші, 18 санына толық 10-дық шыққанша қосу керек. 20 шығу үшін неше қосу керек? Дұрыс, 2-ні. Екінші, 23-тен азайтамыз 20-ны. Тең 3. Үшінші, егерде 20 санын 2-ге арттыратын болсақ, онда нәтижені де 2-ге арттырамыз. 3 қосылған 2 тең болады 5. Олай болса, 23 азайтылған 18 тең болады 5. Есепті мұқият тыңда. Айшаның 150 теңгесі болды. Атасы оған тағы 150 теңге берді. Айшаның енді неше теңгесі бар? 100 қосу 50, қосу 100, қосу 50 деп өрнек құрып алайық. Тиімді тәсілмен есептеу үшін қосылғыштарды дөңгелек сан шығатындай етіп қосу керек. 100 қосылған 100 тең 200. Және 50 қосылған 50 тең 100. 200 қосылған 100 тең 300. Тамаша, тамашалап болсаңыздар, 10-ші бетте оқулықта бірінші тапсырма. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектердің мәнін тауып, Қазақстандағы ең ірі су қоймалардың тереңдігін есептеп шығар. Әр суретте қандай су қойма бейнеленгенін жаз. Ендеше есептердің шешуіне қарап біз қай суретте қандай су қойма бейнеленгенін көре аламыз. Есепті шығару үшін біз есептің тиімді тәсілімен есептейміз. Жарайсыңдар. Келесі оқулықта 11-ші бетте 3-ші есеп. Есепті оқиық. 7-ші кабинеттің әрқайсында 2 бөтелкеден ауыз су әкелінді. Барлығы неше бөтелкеге ауыз су әкелінді? Есептің шартын құрамыз. Кабинет 7, әрқайсында 2 бөтелке ауыз су, барлығы қанша? Барлығын табу үшін біз шешуі 7 көбейту 2 тең болады 14. Жауабы 14 бөтелке ауыз су әкелінді. Әсі, су таситын машина гүлдерді суғару үшін 9 литрлік бидонға және 30 литрлік бөшкеге су құйды. Гүлдерді суғару үшін барлығы неше литр су құйып алынды? Бұл есепте де есептің шартын жазып аламыз. 9 литрлік 2 бидон, бөшке 30 литр, барлығы қанша? Шешуі өрнек түрінде ең алдымен біз 9 литрлікті 2 бидонға көбейтіп аламыз. Одан кейін 30 литрлік бөшкені қосамыз. Бөшкедегі судың сонда барлығы 48 литр су құйып алынды. Жақсы, келесі.
Бөшкеде 20 литр су бар. Сырым мектеп жанындағы 2 көшетке су құйды. Бір көшетті суғаруға 9 литр су кетті. Бөшкеде неше литр су қалды? Неше литр су қалғанын табу үшін бұл есепте де біз есептің шартын орындаймыз, жазып аламыз. Барлығы 20 литр су. Көшет 2 көшет. Бір көшетке 9 литр судан құйылса, су кетсе, қанша литр су қалғанын табу үшін не істейміз? Шешуі: барлығы 20 литр судан, жана 2 көшетке 9 литрдан, бір көшетке 9 литрдан кетсе, 2 көшет болса, 2-ні 9-ға көбейтеміз, сонда жауабы 2 қалады. Сонда 2 литр су қалды екен. Жақсы, келесі есептерді ауызша шығар дейді. 11-ші бетте 4-ші есеп. Бірінші бидонға 3 литр, ал екіншісінде одан 4 есе артық су бар. Екінші бидонға неше литр су бар? Бірінші бидонда 30 литр су, екінші бидонда одан 4 есе артық су, барлығы қанша литр су? Кәне балалар, ойланайық, қалай шығарар едің? Дұрыс айтасың. Шешуі: 3 қосу. Біз ең алдымен екінші бидондағы суды табу алу керекпіз. 4 есе артық болса, 3-ті 4-ке көбейтеміз, одан кейін бірінші бидондағы суды қосамыз. Сонда 15 шығады. Жауабы 15 литр су бар. Жарайсыңдар. Ендеше, үйге тапсырма. Оқулықта 11-ші бетте 5-ші және 6-ші есепті үйде орындаймыз.